Рамазанның әуелгі түні кірген кезде Алла тағала күллі шайтандармен бүлікші жындарды байлап тастайды. Яғни адам шайтанға бір жеңілгісі келмесе де, нәпсісіне жеңілгісі келмесе де, 11 айдың ішінде көп тыңдап үйреніп қалған оны. Өзі де білмейді оны тыңдап жүрген. Тілі де біраз жолдан тайып кеткен, көзі де жолдан тайып кеткен, мінез де біраз кетіп қалған. Әртүрлі жаңа бір жағдайлар болады. Сол сылтаулары үшін Алла тағала көмектесіп, күллі шайтандармен бүлікші жындарды байлап тастайды дейді. Сосын тозақтың күллі есіктерін жауып тастайды дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Рамазан айы аяқталғанша оның бір есігі де ашылмайды дейді. Бұл жерде не айтқысы келіп отыр бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям? Бағанағы нәрсе. Алла тозаққа қимайды сізді. Соны көрсетіп отыр. Енді сен көрсет өзіңді. Не сондықтан келесі сөзінде айтады, жәннаттың күллі есіктері ашылады, Рамазан аяқталғанша оның бір есігі де жабылмайды. Бұл не деген сөз? Алла тағала сізге жәннатты қалайды о бастан. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалармен отырған кезде айтады, менің күллі үмбетім жәннатқа кіреді дейді. Сөздің басына қараңыз. Қуанышты бәрімізге. Күллі үмбетім жәннатқа кіреді. Бәрімізге үміт салды. Тек кіруді қаламаған адамды айтпағанды дейді. Сол кезде сахабалар айтады, я Алланың елшісі, оған кім кіруді қаламас? Кім маған бойұсынса, ол кірді дейді. Кім маған бойұсынбаса, айтқаныммен жүрмесе, онда сол ғой қаламай тұрған дейді. Міне қалай түсіндіріп отыр. Егер оған намаз оқы десем оқымаса, егер оған ораза ұста десем ораза ұстамаса, Раббың былай деп істе деді деп істемесе, онда қаламай тұрған адам сол дейді. Сондықтан бұл ай күллі нәрсені өзінің орнына әкелу үшін келіп жатыр бізге. Жәннаттың бүкіл есіктері ашылады, оның біреуі де жабылмайды Рамазан аяқталғанша. Сосын Алла тағаланың бір шақырушы періштесі шақырады дейді. Алланың әмірін жариялайды. Ей жақсылықты іздеуші, алға ұмтыл. Ей жамандықты іздеуші, қысқарт. Ақсыр, қысқарт деп отыр. Расымен де бұл айдың ішінде Алла тағала тозақтан азат ететін адамдар болады дейді. Қараңыз. Мына айдың әкеп тұрған ең үлкен нәрсесі осы, құрметті жамағат. Ең үлкен нәрсесі сізге осы айдың ішінде Алла тағала тозақтан азат ететін адамдар болады. Біз қазір өте сондай бір жайбарақат өмір сүріп жатқан үмбетке айналғанбыз. Ал сахабалар, олар өздерін азат етілдік деген қатардан жатқызамаған. Сондықтан бұл хабарды естігенде олар басқаша күйде болған. Ал біз бұл хабарда ондай бір күй ішімізде өзгермеуі де мүмкін. Мысалы Абу Бакрдың өзі айтады, мен Алланың амал шарасынан өзімді аман сезіне алмаймын, жәннатқа кірмейінше дейді. Қараңыз, тіпті жәннатқа бір аяғым басып, екінші аяғым әлі өтпей тұрса да, мен өзімді Алладан аман сезіне алмаймын дейді. Ал біз аман сезініп үйренген адамдармыз. Сондықтан біз бір-бірімізбен ұрысып жүрміз. Біз бір-бірімізді сыртынан жамандап жүрміз. Оп-оңай ерегісе саламыз. Үмбеттің әуелгісі мен мына кейінгісінің арасындағы айырмашылық, олар өздерін аман сезбеген, құрметті жамағат. Біз де сол күйге түсу керекпіз. Сонда ғана ретке келесің. Әйтпесе ретке келмейсің ешқашан. Біз өзімізді өзіміз босатып жібергенбіз. Мына сөзді өзіңіз ұғыңыз, пайғамбарымыз не үшін айтып жатыр бұны? Яғни күллі сахабалар қорқып жүр. Шіркін-ай, тозақтан азат етілсем, шіркін-ай, тозаққа түсіп кетпесе екем деп. Ол тахаджуд оқып жүр. Ол Бадр шайқасына қатысып жүр. Ол сонда да Раббым-ай, тозаққа түсіп кетпесем екен деп жүр да, сол халге сыйлап жатыр ғой жаңағы сөйлемді. Біз түсіне алмай отқан себебіміз сол да. Сол халге, сондай халде жүрген үмбетіне пайғамбарымыз расымен де бұл айда Алла тағаланың тозақтан азат ететін құлдары бар дейді. Және ол азат ету Рамазанның әр түні жүзеге асады дейді. Ары қарай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Тіпті дәлдеп тұрып айтады, әр ауыз ашар сәтінде енді ғана сіз түсіндіңіз. Не үшін мұсылман қуанады ауыз ашатын кезде? Тамаққа жеткеніміз үшін емес. Біз одан тыйылдық қой Алла үшін. Ол кешке тамаққа жеткенім үшін қуансам мен, онда мен кешке дейін тамақты ойлап жүрген адам болғам ғой. Тамаққа жеткенім үшін емес. Шіркін-ай, тозақтан азат етілсем. Пайғамбарымыз уәде етті ғой, азат етілетіндер болады деп. Шіркін-ай деп сол Алланың рахымын үміт етіп, сол жерде сол нәрсе үшін қуануыңызда. Сол кезде сіз сондай күйде ауыз ашып жатқан болсаңыз, ойлаңыз, сіз қандай халде боласыз да.
Ал біз тамаққа жеткенге қуанамыз да, айтпақшы қалғылай. Ана не болды айтпақшы өткендегі шаруа. Біз өз күйімізді өзіміз бұзатын адамдармыз. Ана Рамазан билеу керек бізді, билеу керек. Ана хал, таңертеңнен кешке дейін жүрген, сусыз, тамақсыз жүрген халіңі сізді билеу керек. Сізді сындырған болу керек. Бұл Рамазан сындыру үшін келмесе, нәпсіңді, мен деген ұғымыңды, мен өзім жеттім деген ұғымдарыңды сындыру үшін келмесе, сол Рамазанмен бірге ана Бәдір шайқасы бірге келе ма? Қабаттасып. Сахабаларға өзіңіз ойлаңызды. Міне сондықтан да бұл Рамазан айында пайғамбарымыз саллаллаху бізге айтып жатқаны, бұл айда тозақтан азат ететін құлдары болады дейді Алла тағаланың.